Келесі 713 есебіміз. Тепе-тең өрнектерді таңдап алып, нәтижесін тепе-тең түрінде жазыңыздар дейді. Так, біріншісі адан аны азайтсақ 0-ге тең болады, в-ға көбейтсек 0-ге тең болады. Яғни біріншісі тепе-тең екен. А азайтылған а көбейтілген в тең болады 0-ге. Келесі екіншісіне қарайық. X пен Y-тің қосындысын 0-ге көбейтсек 0-ге тең болады. Оны X пен Y-тің қосындысына тең деген екен. Екінші бізде тепе-тең емес. Келесі үшіншісіне қарайық. 5,1 X көбейтілген 7, оның нәтижесі 35,7 X-ке тең болады. Яғни үшіншісі тепе-тең екен. Төртіншісіне қарайық. Төртіншісі бізде А-дан В-ны азайтқанға, В-дан аны азайтқанға тең депті, ол бізде тепе-тең емес. Келесі бесіншісіне қарайық. Бізде тепе-тең секілді. X азайтылған Y тең. Так, Y азайтылған X көбейтілген -1. Y-тің алды минус Y болады, плюс X болады. Сонда X азайтылған Y-ке тең екен. Яғни бесіншіміз тепе-тең болады екен. Дәлелдегенін жазбай қойсаңыздар болады. Келесі алтыншысын шығарайық. Алтыншысы да бізде тепе-тең. 7 А азайтылған В тең, ол бізде 7 А азайтылған 7 В-ға. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 714 есептің біріншісін шығарайық. Минус 2,3 X көбейтілген 4, оның нәтижесі минус 9,2 X болады. Коэффициенті минус 9,2. Келесі екіншісін шығарайық. 9 Y көбейтілген минус 3. 9-ды минус 3-ке көбейтетін болсақ, минус 27 Y-ке тең болады. Онда коэффициенті минус 27. Келесі үшінші есебін шығарайық. 5,2 X көбейтілген минус 2. 5,2-ны 2-ке көбейтетін болсақ, минус 10,4 X-ке тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 3-тен 2 Y көбейтілген 6 тең, қысқартамыз 3 санына 2 болады. 2 мен 2-ні көбейтсек 4 Y болады. Коэффициенті 4, бұл жерде минус 10,4-ке тең екен. Келесі бесіншісін шығарайық. Минус 4,1 X көбейтілген минус 5. Минус 4,1 мен минус 5-ті көбейтсек, 20,5 X-ке тең болады. Коэффициенті 20,5. Келесі алтыншысы минус 5-тен 3 Y көбейтілген 15. Қысқартамыз 5 санына 3 болады. Минус 3 пен 3-ті көбейтсек, минус 9-ға тең болады. Яғни минус 9 Y. Коэффициенті минус 9-ға тең екен. Келесі 715 есептің біріншісін шығарайық. 9, 2 қосылған M. Жақшаны ашамыз. Яғни 1 мен 1 көбейт шығамыз. 9-ды көбейтеміз 2-ге 18 болады. 9-ды M-ге көбейтетін болсақ 9M болады екен. Келесі екіншісі минус 3, 1,5 қосылған N. Минус 3-ті 1,5-ге көбейтетін болсақ, минус 4,5 азайтылған 3N болады екен. Келесі үшіншісі 2,8 3 минус M. 2,8-ді 3-ке көбейтетін болсақ, 8,4 минус 2,8 M. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус 1,5 2 азайтылған N. Так, минус 1,5 2-ке көбейтетін болсақ, минус 3-ке тең болады. 2 минус плюс болып кетеді, 1,5 N болады екен. Келесі бесіншісі 4 1,2 азайтылған M.
Так, 4-ті 1,2-ге көбейтетін болсақ, 4,8 минус 4m болады екен. Келесі 6-шысы 1,3 n минус 5. Сонда 1,3n азайтылған 6,5 кетен болады екен. Есебіміз аяқталды. Келесі 716 есебіміз ұқсас қосылғыштарды біріктіріңіздер дейді. Біріншісі минус 2,5a қосылған 1,8a қосылған 1,15a. Бірінші минус санымыздың өзін жазып қоя тұрайын. 2,15a деймді. Екі теріс санды қосып алайық. Ол бізде 3,3 кетен болады. Қосылған 3,3a. Енді минус 2,15аға қосамыз 3,3аны, ол бізде 0,18аға тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 3,12v азайтылған 4,3v азайтылған 3,12v. Оң санымыздың өзін жаза тұрамыз. Екі теріс санды қосып жіберейік. Ол бізде минус 7,15v-ға тең болады. Нәтижесінде минус 4,13v-ға тең. Келесі үшіншісін шығарамыз. 2-ден 1с қосылған 3-ден 1с қосылған 6-дан 1с. Ортақ бөлім 6 санынан 2 болады, 3 болады. Бөлшектің бөлімінде 6 санын өзін жаз қояды. Сонда 3с қосылған 2с қосылған с тең 5, 6 болады. Сонда 6 с-ға тең болады. Бөлшектің бөлімінде 6. 6-ны 6-ға бөлсек 1 кетеді. Сонда с-ның өзі ғана қалады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 1,19d азайтылған 4,12d қосылған 3,11d. Екі оң сандарды қосып жіберетін болса 3, 5-ке тең болады. Сонда 5d азайтылған 4,12d. Ол дегеніміз 0,18d-ға тең болады. Келесі 5-шісін шығарайық. 7,12a азайтылған 5a азайтылған 1,13a. Так, 7,12a-ның өзін жазып қояйық. Екеуін қосып жіберетін болса, ол бізде минус 6,13a-ға тең. Азайтатын болсақ, 0,19a-ға тең екен. Келесі 6-шысы 3-ден 1v қосылған 5-ден 1v азайтылған 15-ден 2v. Ортақ бөлім 15 санынан болады 3, 5. Бөлшектің бөлімінде 15, 5v қосылған 3v азайтылған 2v. Сонда 6 болады, 6v болады, бөлшектің бөлімінде 15 болады. Так, 3 санына қысқартатын болсақ 5 болады, 2 болады. Сонда 5-ден 2v-ға тең екен. Келесі 717 есебіміз. Кітаптың әр бетінде 35 жол бар. Оның бір жолында орта есеппен x таңба бар. Кітаптың әр бір бетіндегі таңба 1 деп есептегенде 10 бетте неше таңба бар дейді. Сонда бір бетте 35 жол бар және орта есеппен алғанда x таңба бар. Яғни бұл бізде бір бетте ғана, Енді осындай 10 бетте қанша таңба бар дейді. Оның 35 көбейтілген x-ті көбейтеміз 10-ға. Сонда ол 350 көбейтілген x-ке тең болады. Сонда жауабы 350 x таңба бар екен.